Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен 7-ші сыныпта қауышқаныма өте қуаныштымын. Олай болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Ал ұстаздар сіздерге ғылыми жоба, баяндама, мақала, өлең шығару қажет болса, осы WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар. Енді 7-ші сынып қазақ тілі 11-ші сабақ, қолөнер, зор өнер. Сабақты бастамас бұрын қолөнер дегеніміз не, сол жайында түсіндіре кетейін. Қолөнер дегеніміз қолданбалы өнер. Яғни бұл дәстүрлі жаңа тұтыну және сәндік бұйымдар жасайтын ұсақ өндіріс. Қолөнершілер негізінен табиғи шикізаттарды пайдаланып, қарапайым еңбектің құралдарымен әртүрлі заттар, қажетті мүліктер, музыкалық аспаптар, қару-жарақтар, құрал-саймандар жасап шығарады. Қазақстанда көшпелі шаруашылықтардың қажетіне қарай қолөнершілер мал шаруашылығына байланысты шылбыр, ноқта, жүген, құрық, бұғалық, тұсау, шідер, кісен, қада, ер-тұрмандар жасап шығарады. Ал олар тағы да құмнан, тастан, саздан жасайтын қолөнерлер, олар құмыра, ыдыс-аяқ, мүйізден, сүйектен жасайтындар, мал мен аң терісінен және ағаштан да жасайтын болған. Ағаштан домбыра, қобыз, сыбызғы, шаң қобыз сияқты музыка аспаптарын жасап шығарған. Ал темірден, мыстан қылыш, найжа, қанжар, айбалта жасап шығарса, ал қазақ халқының қолөнерінде кигіз үй жабдықтарын, ағаш төсек жасау, түйін тию, ши орау, кесте тігу, ермек тоқу, өрмек тоқу, киіз басу сияқты қолөнерде жасап шығарған. Сонымен қатар киіз басу, моншақ, білезік, сақина, сырға, алқа, шолпы сияқты зергерлік бұйымдарды жасау бұл кеңінен тарады. Бірінші оқылым. Мәтінді оқып, соңында берілген әшекей бұйымдар жайлы ақпараттармен толықтырыңдар. Қандай стильде жазылғанын анықтаңдар. Зергерлік бұйымдар. Зергерлік өте ерте заманнан келе жатқан өнер. Алтын, күміс, әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер деп атайды. Қазақ шеберлері әртүрлі зергерлік бұйымдар жасаған. Шолпы, әйел әшекейі, сәнді бұйым. Қазақ арасында оның түрлері өте көп. Шолпыны сән әшекей ретінде, сондай-ақ оның салмағының әсерінен шаш ұзын болып өседі деп таққан. Оны байлықтың, баршылықтың белгісі деп те санаған. Шолпылардың ел арасында көп тараған мынадай түрлері де бар. Қоңыраулы шолпы, қозалы шолпы, қос үзбелі шолпы, көзді шолпы, көп үзбелі шолпы, сағат баулы шолпы, маржанды шолпы. Енді осы мәтінді оқып, енді әшекей бұйымдар жайында толықтырып жазамыз. Олар сырға, жүзік, білезік, моншақ. Сырға ол құлаққа тағатын сәнді асыл бұйым. Оның сапасына, құрамына сай көптеген түрі болады. Ай сырға, тас көзді сырға, күмбез сырға, салпыншақ сырға, сабақты сырға, шашақты сырға және тағы басқалар. Ал жүзік ол қымбат тастардан көз орнатылған жалақ сақина түрі. Оның еркектер де, әйелдер де салатын түрлері болады. Отау жүзік, құдағи жүзік, қарала жүзік, ақық жүзік деген олардың өздерінің атаулары бар. Білезік ол күмістен, алтыннан соғылады. Жасалуына қарай алтын білезік, күміс білезік, құйма білезік, сағат білезік, топсалы білезік және бұрама білезік, қос білезік деп түрге бөлінеді. Моншақ ол мойынға тағатын көбіне күмістен жасалатын көркемдік бұйым. Келесі ой түрткі. Қолөнердің тағы қандай түрлерін білесіңдер? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, көшпенділер мәдениетіне зергерлік өнердің қандай қатысы бар? Яғни қолөнердің тері өңдеу, кестелеу, ою-өрнек деген түрлері бар. Ал зергерлік өнер арқылы көшпелі халқымыз тұрмыстық заттарды, әшекей бұйымдарды жасаған. Келесі, әдеби тіл нормалары. Яғни логикалық екпін дегеніміз не? Логикалық екпін дегеніміз, яғни әрбір сөйлемдер белгілі бір ойды хабарлап тұрады. Немесе сұрау мағынасында келеді, немесе көңіл-күй құбылысын білдіреді. Ренжу, қуану сияқты. Сол сөйлемдерде айтылған ойдың мазмұн мағынасына қарай сөйлемдегі бір сөзге
мағыналық логикалық екпін түседі. Яғни соны біз логикалық екпін дейміз. Ол сөз басқа сөздерге қарағанда сәл ерекшелеу оқылады, және дауыс сазы, яғни дауыстың ырғағы тыңдаушының назарын сол сөзге аударып тұрады. Сол сөзге келгенде бір кідіріс болады. Қалыпты сөйлемдерде логикалық екпін баяндауыштың алдында тұрады. Сондықтан ол сөзде оның баяндауыштың алдында кідіріс болады. Ол логикалық екпін болып келеді. Мысалы, маған зергерлік бұйым қажет. Яғни бұл жерде маған деген сөзден кейін кідіріс болды. Зергерлік бұйым қажет. Олай болса, бұл логикалық екпін, зергерлік бұйым логикалық екпін болып келеді. Біз жаңа айттық, баяндауыштың алдында тұрады дедік. Ал зергерлік бұйым маған қажет. Яғни бұл жерде зергерлік бұйымнан кейін кідіріс болды, маған қажет. Олай болса, бұл жерде логикалық екпін маған, яғни маған деген сөзге назарды адамның аударып тұр. Сыртқы құрылымы, яғни сыртқы құрылысы кейбір сөздер ұқсас болып келеді, бірақ оның мағынасында айырмашылық болады. Сырты ұқсас болғанмен мағынасы әртүрлі болып келеді. Мысалы, бірінші сөйлемде алатын болсақ, маған зергерлік бұйым қажет деген сөзде маған не қажет деген сөйлемнің жауабы болатын болса, яғни маған зергерлік бұйым қажет. Бұл жерде логикалық екпін болып тұр. Логикалық екпін зергерлік бұйым деген сөзде болып тұрса, ал екінші сөйлемде зергерлік бұйым кімге қажет деген сұрақтың жауабы тұрып тұр. Яғни зергерлік бұйым маған қажет. Бұл жерде баяндауыштың алдында маған деген сөзге логикалық екпін түсіп тұр. Сондықтан да оқыған кезде логикалық екпінді дұрыс қоя білу керек. Екінші, оқылым мәтініндегі бірнеше сөйлемге логикалық екпін белгісін қойып жазыңдар. Яғни екі таяқша сызық қойып жазамыз. Қазақ шеберлері әртүрлі зергерлік бұйымдар жасаған. Яғни бұл жерде зергерлік бұйымдар деген сөз логикалық екпін түсіп тұр. Шолпы әйел әшекейі, сәнді бұйым. Бұл жерде әйел әшекейі деген сөзге түсіп тұр. Қазақ арасында оның түрлері өте көп. Яғни бұл жерде түрлері жайында айтылып тұр. Олай болса, түрлері деген сөздің алдында және екі таяқша логикалық екпіннің белгісі түседі. Үшінші, сөйлемдерге сұрақ қоя тұрып, үлгі бойынша логикалық екпінді көрсетіңдер. Үлгіде сұрақ: тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз несін үзбеген? Тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз дәстүр сабақтастығын үзбеген. Яғни бұл жерде дәстүр сабақтастығын үзбеген деген сөзге логикалық екпін түсіп тұр. Үшінші жаттығу, бұнда сөйлемдерге сұрақ қоя отырып, үлгі бойынша логикалық екпінді көрсетіңдер дейді. Қазақ халқының қолөнері ерте заманнан келе жатқан көне өнер. Тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз дәстүр сабақтастығын үзбеген. Рухани мән мен рухани құндылығын әлі күнге дейін жоймай келеді. Зергерлер асыл тастан, құнды металдан түрлі сәндік қолөнер туындыларын жасаған. Оларды өздерінің дүниетанымына, эстетикалық талғамына сай әшекейлеп безендірген. Қазақ қолөнерінің кез келген саласы қазақтың рухани баға жетпес байлығы. Енді осы мәтінге сұрақ қоямыз. Сұрақ бірінші үлгіде: тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз несін үзбеген? Жауабы: тарихын тереңнен тартқан қолөнеріміз дәстүр сабақтастығын үзбеген. Яғни бұл жерде қолөнеріміз дегеннен кейін кідіріс болып тұр. Екінші, зергерлер асыл тастан, құнды металдан түрлі қандай заттар жасаған? Зергерлер асыл тастан, құнды металдан түрлі сәндік қолөнер туындыларын жасаған. Яғни бұл жерде сәндік деген сөзден кейін кідіріс болып тұр. Қазақ қолөнерінің кез келген саласы қаншалықты қадірлі? Қазақ қолөнерінің кез келген саласы қазақтың руханиден кейін кідіріс болады, баға жетпес байлығы. Келесі, тыңдалым және айтылым. Төртінші тапсырма, жаттығу: Сейіт Кенжеахметұлы көрсеткен қолөнер шеберлерінің аттары мен кәсібін естеріңде сақтаңдар. Өздеріңе ұнаған кәсіп иесі туралы сыныптастарыңмен сұхбат құрыңдар. Яғни жаттығудың жауабы: халқымызда қолөнер шеберлері өте көп. Әрқайсысының жұмысының өзіндік қиын тұстары, ерекшеліктері бар. Шебер сол қиындықты жеңіп, өте төзімді әрі әсем дүние жасап шығарады. Жасайтын затына қарай маман иелерінің де
әртүрлі аты болады. Мәселен, зергер, тігінші, тоқымашы, өрші, ұста деген секілді. Осылардың ішінде маған зергердің жұмысы қызығырақ. Осы орайда мен жалғастырсам деймін. Зергердің де жұмысы өзге өнер түрлерінен ерекшеленеді. Зергер түрлі асыл тастармен, алтын, күміспен жұмыс жасайды. Осы заттардан сан қилы әртүрлі бұйымдар жасап шығарады. Сондықтан зергерлік қолөнері маған ұнайды. 5-ші жаттығу үй тапсырмасы. Сөйлемдерді аяқтап, логикалық екпін белгісін қойып жазыңдар. Олай болса, сөйлемді аяқтап жазамыз. Халық шеберлері ұлттық қолөнер мұраларын игерген. Жүннен кілем, текемет, сырмақ, алаша, түскиіз, қоржын жасаған. Ағаш шеберлері киіз үйдің сүйегін, үй мүліктерін жасаған. Қолөнер өмір ағымымен бірге жүреді. Сәндік әшекейлік бұйымдарды қыздар көп тағады. Тоқыма өнері де көнеден келе жатқан қолөнердің бірі болып табылады. Яғни бұл жерде ұлттық жүннен шеберлері ағымымен бұйымдарды жатқан деген сөздерден кейін кідіріс болып тұр. Олай болса, бұл логикалық екпіндер болып келеді. Баяндауыштың алдында тұрған сөздер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Олай болса, менің сабағымда күнде кездескенше.